Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы 20 параграф пайдалы геологиялық қосылыстар. Жаңа тақырыпты бірінші болып көргіңіз келсе, тапсырмаларды менімен бірге орындағыңыз келсе, каналды қоңыраушаны басып тіркеліп қойыңыз. Кестеге назар аударайық. Жер қыртысында 46 элемент кең таралған. Минералдар жер қыртысында кездесетін табиғи химиялық құрамы тұрақты, белгілі бір физикалық қасиеттерге ие бір текті дене. Минералдар саны 3000-дай. Саф минералдарға біз алмаз, күкірт, алтын, тағы басқа да элементтерді жатқыза аламыз. Саф минералдар саны табиғатта 40 түрі кездеседі. Минералдардың түрі: қатты түріне көмір, құм, сұйық, сынап, мұнай, газ тәріздестерге көмірсутектер, күкіртсутек газы жатады. Минералдар физикалық қасиеттері минералдардың: жылтырлығы, түсі, мөлдірлігі, қаттылығы, меншікті салмағы, тағы басқа түрлер жатады. Жыныс түзуші минералдарға кварц, гипс, кальцийді жатқыза алады екенбіз. Тау жыныстары магмалық, шөгінді, метаморфтық деп үшке бөлеміз. Магмалық тау жыныстары жер астынан балқып шыққан заттардан пайда болған тау жыныстары, мысалы базальт пен гранит. Магма жердің терең қойнауында жоғары температура мен үлкен қысым жағдайында түзілетін газға бай, балқыған отты қоймалжың зат. Шөгінді тау жыныстары жер қыртысының беткі қабатында су, жел, мұздық, сыртқы күштер әсерінен пайда болған жыныстар. Органикалық және химиялық деп бөлінеді. Оларға құмтас, сазды тақта, тас, әктас жатқыза алады екенбіз. Келесі, метаморфтық тау жынысы. Тау жынысының құрамы мен қасиеті өзгеріске ұшырауына пайда болады. Әктас мәрмарға, сазды тақтатас кристалдық тақтатаста, құмтас кварцта. Арғарай, біліміңді тексер тапсырмаларын балдар бірге орындайық. Бұл жерде барлық сұрақтарға жауаптар жазылған. Физикалық географиядан алған білімдеріңе сүйеніп, мына түсініктерге анықтама беріңдер. Тау жыныстары магма, магмалық, метаморфтық, шөгінді тау жыныстары. Тау жыныстары жер қабатында бірнеше тектен қосылған минералдардың немесе органикалық заттардың қатқан немесе қатпаған жиынтығы. Магма жердің терең қойнауында жоғары температура мен үлкен қысым жағдайында түзілген газға бай, балқыған отты қоймалжың зат. Осы тапсырмалардың барлығы балдар жаңа кестеден қарап орындасаңдар да болады. Магмалық тау жынысы құрамы мен қасиеті өзгеріске ұшырамайтын, пайда болатын затты айтамыз. Шөгінді тау жыныстары жер қыртысының беткі қабатында су, жел, мұздақ, тағы басқа сыртқы күштер әсерінен пайда болған жыныстар шөгінді тау жыныстары деп аталады. Екінші тапсырма. Тізімдегі артық тау жынысын тап. А. Гранит, мәрмәр, алмас деген жауабы бұл жерде дұрыс болады балдар. Үшінші тапсырма. Минералдар деген не? Өзің білетін 5 минералға мысал келтір. Көптеген химиялық элементтердің қосылыстары минералдар деп аталады. Алмаз, карунт, апатит, гипс, кальций. Осы заттарды біз минералдарға жатқыза алады екенбіз. Бесінші тапсырма. Мына тау жыныстарының үлгілерін қара. Кварц, тас құмы, тас көмір, мәрмәр, бор. Осыны балдар кестеге, дәптерге сызып толтырайық. Тау жыныстарына біз кварц, ас тұзы,
тас көмір, мәрмәр, борды жатқызады екенбіз. Жынысының типі: кварцтікі металдық, ас тұзы шөгінді, тас көмір магмалық, мәрмәр металдық, бор шөгіндіге жатқызамыз. Түстеріне келетін болсақ, әрқайсының өзінің тұсында түстер жазылып тұр. Кварц пен ас тұзы, мәрмәр, бор бұларыңғы ақ, тас көмір қара. Жылтырлығы: бұл жерде кварц, ас тұзы, тас көмірдің жылтырлығы бар, мәрмәр мен бордыңғы жоқ. Қаттылығы: барлығының қаттылығы бар екен. Мөлдірлігіне келетін болсақ, кварц пен ас тұзының мөлдірлігі бар, тас көмір, мәрмәр, бордың мөлдірлігі жоқ екен. Келесі балдар жұмбақ тапсырманы бірге орындайық. Бұл жерде кез келген металдың қасиеті, оның қатты күйде болуы, бірақ бұл қасиет мына металға тән емес. Ол сұйық, салмағы 13 килограмм. Ол қатты болу үшін 38-39 градуста қатты аяз болу қажет. 357 градус селсиде ол улы буға айналады. Оны термометрге құяды. Бұл қандай ерекше металл? Бұның жауабы сынап. Екінші жұмбақ тапсырма. Ресейде бізде 16 ғасырда болған неміс саяхатшысы былай деп жазды: бұл тас жұқа қабаттарға бөлінеді, содан кейін оны терезелер жасайды. Бұл шыны өте қымбат болады. Олардың тек байлар ғана сатып ала алатын. Ресейде терезені неден жасаған? Бұның жауабы балдар слюдадан жасаған. Келесі: бір күні императорға белгісіз адам келіп, күмістей ақ тісті өте жеңіл металдан жасалған тостағанды сыйға тартты. Оны неден жасадың деп сұрады император. Саздан деп жауап берді шебер. Император таңданды, себебі саз барлық жерде кездеседі ғой. Қазынасындағы асыл металдардың құнын түсіндірмеу үшін ол шеберді өлім жазасына кесті. Тостақан қандай металдан жасалған еді? Бұл металл қандай саздан жасалған балдар? Жауабын білесіңдер ме? Бұның жауабы алюминий. Төртінші жұмбақ есеп. Кәсіпкер Дмитрий Петрге сыйлыққа тарту еткен күмістей ақ дастарханның ғажайып қасиеті ол жанбайтын еді. Ол жіңішке күмістей жіп тәрізді талшықтарға түзілген, қолмен сөгіп ыдыратуға болмайтын, жанбайтын ерекше минералдардан жасалған. Дастархан қандай минералдардан жасалған? Бұның жауабы асбестен жасалған екен. Бесінші тапсырма. 24 сарбаз бірдей болатын, ал 25 сарбаздың бір аяғы жоқ еді. Ең соңынан құйылып жасалған оған аздап металл жетпей қалған болатын. Андерстің осы ертегісіндегі сарбаздар қандай металдан жасалған? Демек, бұның жауабы қалайы металынан жасалған екен. Мінекей балдар, бүгінгі тапсырмамызды бірге орындадық. Жұмбақ тапсырмалардың жауабын бірге таптық. Сендерге осы бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.